Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі видеода жергілікті координаттар жүйесін автокадта қалай жасайтыны туралы айтатын боламын. Или локальная система координат, оны қалай жасаймыз. Сол туралы болады. Менде мынандай чертеж бар. Бұл городской системада орналасқан. Қане бұның координаттарын қарап жерейік. Мысалы, мына бастапқы точканың координатасын қарайын. Не, осындай болды. Енді негізінде локальный система координатты жасаған кезде сол жақ төменгі бұрышты всегда таңдайды. Менде мынау прямоугольный здание болған соң, бұнда x координатасы мына оспен сәйкес келу керек, бір осымен мысалға, и y координатасы y осы а осымен сәйкес келу керек. Ол үшін мен бастапқы координатамды мысалға 100-300 деп алғым келеді. Оны мына жерге жазып қойын. X координаты 100, y координаты 300. X пен Y-тің координаталарын өзіңізде қалай ыңғайлы солай жазуға болады. Бірақ та кеңес берерім, X пен Y-тің арасында андай хотя бы разница болғаны дұрыс. Сонда координаттан шатаспайтындай. Мен алғым келетін координатам 100-300. Енді мына жерде бірінші кезекте видовой кубты новая поиска деген таңдаймын. И мына жерде осьтарға сәйкес келтіріп аламын бастапқы нүктеден. X, Y. Енді осы жерден бастап мен полилиниямен сызып аламын. X бізде былай кетеді ғой. X былай кетеді. Орта режимін қосам. Төменге қарай 100. Солға қарай 300. Мынау менің бастапқы точкам болады. Енді осы жерге тағы да видовой кубта новая поисканы таңдаймын. Таңдаймды бастапқы нүктесін көрсететін боламын. Болды. Енді мына жердің координатасын қайтадан қарап жерейік. Круг салып, свойствосын қарайтын болсам, 300-100 дейді. Біздің жергілікті координаттар жүйесі дайын. Енді бұны сақтап алу керек. Сақтап алған кезде бізде вид деген вкладкаға кіремін. Мына жерде координаты деген панель бар. Егер бұл панель болмаса, мына жерде оң жақ басамызда панели координаты дегенге галочка қою керек. Содан кейін координаттар таңдаймын, именованная поиска, и мына жерге өз атын жазатын боламын. Мысалы, локальная СК. Болды, сақталып тұр. Біздің система координатымыз дайын. Осы жерден ары қарай өзімнің кеңесімді бергім келеді. Локальный система координатты МСК-ның орнына салуға, және де городскойда отдельный система координатты шығаруға. Себебі менюге оның көптеген функциялары ол МСК-да ғана жұмыс жасайды. Ол үшін біздер городской система координаттың 0-0 координатасын тауып алуымыз керек. Ол үшін рисованияға кіріп, мына жерден сызып аламын. Бірінші МСК-ға өсіп аламын, одан кейін барып прямой линиямен сызып аламын. Бұлай и бұлай. Оңға қарай. И осы жерден біздің нүктемізден городскойдың 0-0 координатасына дейін тағы бір сызып аламын. Сызық. Мына жерде бізде городской система координаттың 0-0 координатасы орналасатын болады. Мына жерден тағы бұлай бір қосып алайын. Енді қайтадан локальный система координатқа ауысамын. Бәрін белгілеп алып, копировать с базовой точкамен көшірем. Себебі бір системадан екінші системаға точкаларды, линияларды көшіргенде обязательно базовой точкамен көшіру керек.
базовый точка 0,0 деп алсаңыз болады. Көшіріп алдым, мынаны удалить етемін де MSK-ға ауысамын. MSK-ға ауысып, оны вставить еткен кезде жаңағы 0,0 базовый точкасына қоятын боламын. Не, бізде қазір MSK деп жазылып тұрған система координатта, бұл бізде уже локальный система болып кетті. Енді городской система координатты жасап шығарамын. Бұл басындағы локальный система көрсеткендей новый PSK оңға и жоғары. Болды. Городской системамыз дайын, бұны сақтап алайын. Координата. Бұл егер сақталмай без имени тұратын болса, системаларды ауыстырған кезде ол кетіп қалатын болады, өшіп қалады. Городская SK. Окей. Енді координатамыз тексеріп жүрейік. Басында біздер NSK жасап алғанбыз координаттарды. X минус 41,36,831 мен свойстводан қарап отырмын. Минус 37,77, 303 келіп тұр. Енді қайтадан MSK-ға ауысам. Мына жерде бастапқы нүктеміз 100-300 болды. Біздің системаларымыз дайын. Артық жаңағы бастапқыда жасаған локальныйды өшіре салса болады. Удалить. Окей. Енді осы файлды сақтап, шаблон ретінде қолдана берсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Ой пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Және менде басқа телеграмда пайдалы ақпараттар, программалар бар. Ол телеграм канал мастерская геодезиста деп аталады. Тіркеле отырыңыздар.